Пайғамбарымыздан жеткен кешірім сұрап, тәубе ету дұғаларының ішінен бір-екеуін өздеріңізге ұсынып отырмын. Кемел адам кітабынан. Уа Алла тағалам, сен менің ұлы Раббыңсың. Сен мені жараттың. Мен бір өзіңнің құлыңмын. Шамамның жеткенінше өзіңе берген уәдем мен сертімде тұруға тырысамын. Істеген жаманшылықтарымнан бір өзіңе сыйынамын. Маған берген нығметің, жақсылықтарыңа қарыздармын. Жасаған барша күнәмді мойындаймын. Мені кешіре көр. Күнәларымды өзіңнен басқа ешкім кешіре алмақ емес. Уа Алла тағалам, менің барша қателігімді, білімсіздігімді, барша ісімдегі шектен шыққан кездерімді кешіре көр. Жаратқан ием, менің біліп білмей, шындап және әзілдеп жасаған қателіктерімді кешіре көр. Алла тағалам, бұрынғы және кейінгі жасырын, жария жасаған барлық күнәларымды кешіре көр. Менен де жақсы білетін басқа күнәларымды кешіре көр. Сенің құдіретің барлық нәрсеге толық жетеді. Қазіргі таңда көпшілік қауымның көңілінен шыққан Кемел адам кітабынан осындай үзінділерді тыңдап, оны өзіңіздің өміріңізге жаратқыңыз келсе, Уақыт ТВ YouTube арнасына жазылыңыз. Бұл арнада түрлі жаңалықтар мен адамға пайдалы ақпараттар бар. Сіздермен бірге Уақыт ТВ YouTube арнасы.